Сәлем достар, бүгінгі шығарылым дұрыс па бұрыс па ойыны. Ал іске сәт. Қолтырауындар суда тепе-теңдік ұстау үшін тастарды жұтып алады. Бұл дерек дұрыс па, бұрыс па? Бұл дерек дұрыс екен балалар. Қолтырауындар тастарды судың бетінде тепе-теңдікте жүзу үшін және су астында терең сүңгу үшін жұтады екен. Дүние жүзі бойынша 3 мұхит бар. Бұл дерек дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Дүние жүзі бойынша 4 мұхит бар. Олардың атаулары солтүстік мұзды мұхит, Үнді, Атлант және Тынық мұхиты. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін алды. Қазақ тілінде 6 септік бар. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі қазақ тілінде 7 септік бар. Олар атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. 1 сағатта 3600 секунд бар. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Себебі 1 сағатта 60 минут бар. 1 минутта 60 секунд бар. Яғни 60-та 60-ға көбейткенде 3600 секунд болады. Қ дыбысы ұяң дауыссыз. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі Қ дыбысы қатаң дауыссыздар тобына жатады. 30 тамыз Конституция күні. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Мына есептің мәні дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі көбейту амалы бірінші орын алады. Екінші қосу амалын орындаймыз. Ананас пальма ағашында өседі. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі ананас көп жылдық шөптектес өсімдік, ол жерде өседі. Ал пальма ағашында кокос өседі. Ешқандай құс артқа қарай ұша алмайды. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі әлемде жалғыз ғана колибри құсы артқа қарай ұша алады. Сонымен қатар ең кішкентай құс болып табылады. Әлемдегі ең биік тау Анд тауы. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс. Себебі әлемдегі ең биік тау Эверест тауы болып табылады. Бал ешқашан бұзылмайды. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Көптеген археологтар қазба жұмысы барысында бал сақталған ыдыстарды жиі тапқан. Қысқасы, бұл өнім мәңгі сақталады. Медуза жер бетінде мәңгі өмір сүретін дене. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Медуза жер бетіндегі мәңгі өмір сүретін жалғыз дене. 8 аяқта 3 жүрек бар. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. 8 аяқтың 3 жүрегі болады. Бірақ құлақтары болмайды, яғни ести алмайды. Бірақ олардың жақсы көретін 2 үлкен көзі бар. Сонымен қатар олар иіс сезу, дәм сезу және сипап сезу мүшелері өте жақсы дамыған. Көк кит жер бетіндегі ең үлкен жануар. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Көк кит жер шарындағы ең ірі жануар. Ұзындығы 33 метр, салмағы 150 тонна, жүрегінің салмағы 1 тонна болады.